Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? 2 ай бойы неліктен мен үй жинамадым. Енді мен осының барлығын айтпас бұрын, сіздер ең алдымен маған подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Менде каналда өте қызықты үй шаруасындағы видеолар және де түрлі косметика, бижутерия, сөмкелер, әртүрлі киімдер бар, үйге арналған. Енді мен 2 ай бойы үй жинамаған себебімді айтайын сіздерге. 2 ай бойы үй жинамау деген сұмдық қой, қыздар, былай қарап тұрсаңыздар. 2 ай бойы үй жинамаған себебім, мен төркінде 2 ай дем алып жатып келдім, қыздар. Представляете, ойлаңыздар, 2 ай рахаттанып төркінде жату деген, ол не масқара, ол ұят па, ұят емес па? Неліктен мен 2 ай төркінде жаттым? Себебі мен өте алысқа тұрмысқа шықтым. Мен Батыс Қазақстан облысы Ақтөбе қаласының қызымын. Сол себепті де Ақтөбе мынау тұрған жер емес, күнде бара алмайсың. Баламен тем более пойызбен мүлдем бармаймын. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, мақтанғаным емес. Тұрмысқа шыққанда, тұрмысқа шыққалы аяғым жерге тимеді десем болады. Енді өстіп мақтанып қояйын. Баламен бара алмаймын, себебі пойыз бізде 2-2,5 күнде уақыт алады. Ол деген баламен барсаң өте қатты ми ашу болады. Сөйтіп 2 айдан кейін келіп, төркінде рахаттанып демалып келіп, үйімді жинадым, рахаттанып жүріп үйімді жинадым. Көріп тұрсаңыздар, зал бөлмемді жарықта жинадым, үйді, спальнямды қараңғыда жинадым. Себебі бұның барлығы, қалай айтсам болады, менің күйеуім күнді жұмыста, түнде үйге келген уақытта, сол әйтеуір күйеуімнің демалғанын пайдаланып, осылай кешкі уақытта үй жинадым. 2 баламен спальнямды жинау мүмкін емес, себебі спальняда киімдер өте көп, қай жерге салғанымды білмейсің. Содан кейін спальням жинадым. Спальням жинағаннан кейін коридорыма көштім. Коридорымда әнекей сіздер көріп тұрғанда холодильник тұр есігімнің артында, себебі біздің кухнямыз коридордан орналасқан. Мен детский бөлмемді әлі көрсеткен жоқпын, қалай жинағанды. Детский это одно целое бөлек тема болып кетеді. Детский менде садик қой, короче. Сонымен коридорымды жинадым, 2 қайтарап болын сүртіп алдым. Содан кейін кухняға көшемін ғой. Кухняға көшкенде кухнядағы ыдыстарды көрсеңіздер, сіздер 2 ай бойы жуылмаған ыдыстар. Енді күйеуім былай жуғанмен бәрібір ер адамның ісі ер адам. Сондықтан да барлығын арнайлап өзім жуып кептіріп алғанмын. Сөйтіп кухнямды жинап отырғанда телефоным өліп қалады. Сонымен бітті.